Сәлем оқырмандарым. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты тақырыптардың бірі иондар. Жалпы иондар туралы айтатын болсақ, иондар дегеніміздің өзі алдыңғы тақырыпта өткенімізде біз электрондар туралы айтқан болатынбыз. Осы атомдар, элементтер деп атамыз, яғни Менделеев кестесіндегі барлық элементтер, кез келген элемент өзінің электрондарын беріп жіберу арқылы немесе қосып алу арқылы иондар түзіледі. Яғни электрондардың алмасу нәтижесінде иондар түзіледі. Иондар оң зарядты және теріс зарядты болады. Мысал ретінде айтатын болсақ, мысалы натрий элементіне мысал келтірейік. Яғни бізде алдыңғы сабақты қараған болсаңыз, яғни біз атом құрылысын жазуды, бұлттарын жазуды үйренген болатынбыз, яғни энергетикалық деңгейлерді. Атом заряды бізде натрий атомның заряды +11 және оның деңгейлерін жазатын болсақ 2, 8, 1. Яғни бізде сыртқы қабаты біз айтқан болатынбыз валенттік қабат, яғни аяқталған қабат, яғни бұл жерде аяқталмаған әрине, бірақ үнемі бізде элементтер сыртқы қабатын аяқтауға тырысады. Осы бір ғана электрон ең сыртқы қабатында орналасқан, яғни натрий элементінің осы бір электронды ол беріп жібереді. Минус электрон. Осы бір электронды беріп жіберіп бізде ион түзіледі, яғни 2, 8 және сыртқы беріп жібергенде бізде мына жерде 0 болады. Яғни бір кеткен кезде мына жерде 0 болады. Міне 0 болады. Яғни мұндай кезде бізде натрий емес, натрий ионы түзіледі. Міне плюс зарядты. Әрқашан осы берілген неше электрон береді, сонша заряд осы атомның оң жақ бұрышына жазылады. Және де бізде бұл ионды біз катион деп атаймыз, яғни оң зарядты ион. Оң заряд дегеніміз, яғни плюс заряды бар. Плюс заряды бар иондарды катиондар деп атаймыз. Көбінесе бұған металдар жатады. Мысалы, натрий бұл металға жатады. Яғни бізде металдар электронын беріп жіберіп катион түзеді. Екінші мысал бұл бейметалға мысал кететін болсақ, мысалы фторды алайық. Фтор элементі, фтордың заряды +9 және оның деңгейлері 2, 7. Бұл өзінің сыртқы қабаты 7 болып тұр, яғни аяқталу үшін 7 және 8 болу керек аяқталған болу үшін, және 7-ге бір сан жетпейді. Сондықтан да ол өзіне керісінше +1 электрон қосып алады. Сол кезде бізде, яғни тағы плюс заряды 2, 8. Яғни көріп тұрғандарыңыздай 7 бір заряд, бір электронды қосып алып 8-ге айналды. Сол кезде бізде фтор емес, фтор ионы түзілді. Яғни сонда бізде электрон қосып алып, бізде фтор ионы түзілді. Яғни бізде егер минус теріс зарядты болатын болса, мұндай ионды анион деп атайды. Сонда фтор анионы түзілді. Көріп отырғандарыңызда, яғни фтор бізде бейметалға жатады. Осылайша бізде фтор ионы соңғы қабатын 8-ге жеткізіп, өзінің сыртқы қабатын аяқтады. Яғни осыдан кейін ол басқа реакцияға түсе алмайды. Яғни осы кезде ол тұрақты күйге енеді. Көбіне элементтер бір-бірінен бағана айтып өткеніміздей соңғы қабатын толтыруға тырысады. Ал жаңа деңгейге өткеннен кейін олар қайтадан бастапқы активті күйіне көшеді. Натрий және хлордың әрекеттесу реакциясын мысалға келтірейік. Бұл мысалда көріп тұрғандарыңыздай натрийдің бір электроны, яғни сыртқы қабатында бір ғана электроны хлорға келіп қосылады. Сол кезде бізде нәтижесінде
натрий хлориді түзіледі, яғни кәдімгі ас тұзы түзіледі, кәдімгі өмірде қолданатын ас тұзы. Яғни бізде қарапайым екі зат, натрий және хлор бос күйінде әрекеттесу нәтижесінде катион және аниондар түзіледі. Сонда бір қарап отырғанымыздай бізге әрқашанда иондар бос күйіндегі атомға қарағанда әлде қайда пайдалы әрі мағынасы зор екендігін көруге болады. Яғни атом элемент күйден катион анионға айналған кезде олар белгілі бір қосылыстар, формулалар түзетінін көруге болады. Достар, егер осы видео сізге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және келесі видеода кездескенше.